Көпшілік депутаттарға 100-200 мың айлықпен өмір сүргізіп көру керек дегенін қозғауда. Парламент қабырғасындағы депутаттар еліміздегі еңбекақы мөлшері қанша болуы керек деген сауалға пікір білдірді. Тіпті бір адамның жеткілікті өмір сүруіне қанша теңге жететінін айтқан. Бейнежазба әлеуметтік желіде тарады. Онда депутаттардан айлық мәселесі бойынша пікір жиналған. Негізгі сұрақ Қазақстанда бір адамның өмір сүруі үшін айлығы қанша теңгені құрау керек деген бағытта. Мәжіліс депутаты Снежана Имашева әр адам жақсы өмір сүру үшін кемі 1 миллион теңге төленуі керек дегенді айтса, депутат Серік Ерубаев 50-100 мың теңге жетеді деп таң қалдырды. Тіпті бұл сұраққа жауап бергендер қатарында Айқын Қоңыров, Ләззат Рамазанова, Геннадий Шиповский, Жанарбек Әшімжан да бар. Олардың бірқатары 250-300 мың теңге аралығындағы еңбекақы ең жақсы төлем мөлшері дегенді алға тартса, өзгелері нақты цифрлар айтудан бас тартқан. Десе де бұл бейнежазбаға байланысты жазылған пікір көп. Басым бөлігі сол депутаттарға 100-200 мың айлықпен өмір сүргізіп көру керек дегенді қозғауда.